Қыс түсе тағы қымбатшылық қос бүйірден қысады. Елорданың сол жағалауында автономды жылу жүйесі жылдар бойы тұрғындардың қалтасын қағып келеді. Орталықтандырылған жылуды сарыла күткен бұқара қыс бойы бірнеше есе қымбат тариф төлеп әбден шаршаған. Ал кезекті жылыту маусымына аз уақыт қалды. Тұрғындар жылдағы жыр тағы да жалғасама деп алаңдаулы. Мерей Қалиасқар тараптарды тыңдап, мәселенің қашан шешілетінін біліп қайтты. Сырт келбеті келіскен бұл үй елорданың әкімшілік орталығынан алыс емес. Пайдалануға 2018 жылы беріліпті. Содан бері халықты жылу мәселесі мез етіп келеді. 95 пәтерлі көп қабатты бұл үй орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылмаған. Құрылыс компаниясы қолданысқа берілер алдын тұрғындарға жылудан еш тарықпайсыздар деп уәдесін үйіп төгіпті. Алайда ол сөз жүзінде қалып, мәселені автономды қазандықпен шешпек болып, керісінше жұртқа проблема тауып берген. Себебі орталықтандырылған жылу жүйесінен ай сайынғы төлемі 3 есе қымбат. Жылуға жарып қалармыз деп жылда күткенімен жағдайдың оңалар түрі жоқ. Шығын шаш етектен деп шу көтерді пәтер иелері. 6 жылдан бері біз газбай автономный отоплениеде отырмыз. Ол газға біз көп ақша төлейміз. Әр бір бөлмелер 30 мың, 2 бөлмелер 40 мың, 3 бөлмелер 50 мың, солай кете береді квадратусына қарап. Сөйтіп біздің барлық тапқан таянғанымыздың барлығын осы газға жұмсап отырмыз. Ақша төлемесе қыстың ортасында келеді тағы, мысалы биыл 9 февральда келді өшіріп тастады. Күдер үзген тұрғындардың жартысынан көбі үйлерін сатып жіберген, ал қалғандары аяғына дейін барамыз деп бекініп отыр. 100-ге тарта отбасы тиісті жерге арыз шағымдарын жолдап, әйтеуір бүгін жауаптыларды жүзбе-жүз көріп, сұрақтың астына алды. Защищали проект, нам сказали, стройте, все будет. Құрылыс жобасын қорғап жатқанда әкімдік бізге үйді тұрғыза беріңдер деп рұқсатын берді. 2017 жылы мұнда инфрақұрылым желілері мүлде тартылмаған еді. Әкімдік шарасыздық танытқандықтан біз өз қаражатымызға су құбыры мен кәріз жүйесін тартып, электр желісімен қамтамасыз еттік. Ал орталық жылу жүйесінің орнына әкімдік автономды қазандықты пайдаланасыңдар деді. Тұрғындардың игілігі үшін онсыз да миллиондаған ақша жұмсадық осы уақытқа дейін. Ал тариф газ бағасының құбылуына байланысты. Жылудан тарыққан жұрттың жанайқайынан әкімдіктегілер де хабардар. Сағызша созылған мәселені алғашқы суыққа дейін шешеміз деп бүгін тағы уәде берді. Бір жарым айдың ішінде қосылатындар. Бұның алдында ең алдымен көрші үйі оған рұқсат бермеді. Оған қаражат болған керек. Сол қаражатты қазір инвестор табып, ақшамен көмек көрсетіп жатыр. Жұмыс Құдай қаласа келесі аптада бастайды. Бір айдың ішінде, бір жарым айдың ішінде оны толығымен бітіреміз. Тұрғындар үшін орталықтандырылған жылу желісі сан жылдарға созылған арманға айналғаны даусыз. Арқада 6 ай қыс, 6 жыл күткен жылу қытымыр қыста тоңдырмаса болды. Мерей Қалиасқар, Ұлағат Мерғалиев, КТК.